қазақ қыздарының басқа ұлтқа күйеуге шығуы. Жалпы біз біріншіден мынаны түсініңіздер, мұсылман адам, мұсылман қызым, мұсылман ер азаматына күйеуге шығуы керек Құранның аятымен. Енді оның мұсылманға шыққан болса, ол ұлтына дінімізде қаралмайды. Бірақ біз қазақ болғаннан кейін әр елдің өзінің салты бар, дәстүрі бар, жолы бар, жоралғысы бар, ырымы бар, жолы бар, әдеті бар, кәдесі бар. Осының барлығын сақтай келе, өз ұлтыңызға шыққаннан артығы жоқ. Әлбетте, қалың мал шешкенде, кәделерін жасағанда, жолын жасағанда, киістер киген кезде бұл өте қолайлы. Сондықтан өз ұлтыңызға шыққан жақсы деп айтқан болар едім. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, тыңдап. Менде мынандай бір не болып тұр. Бізде балаларды дамыту орталығы сол қолда кремнің үстіне ортасына прям қолдың тырнақтарын алып біреу үйіп кеткен да, біз байқамағанбыз. Оны келіп отырған клиент байқаған. Сөйтіп алып біз енді лақтырып жібердік та, соны қорқып жүрміз. Тырнақтан қорқасыздар ма? Тырнақты алып үйіп қойып кеткен ол ортасына ше, кремнің үстіне. Сіздер өзі, біз сіздерге балаларымызды емдейді деп болса, сіздер өзі тырнақтан қорқып жүрсіздер. Тырнақтан қорқпаңыздар, оны пылесоспен сорып аласыздар, сонымен бітеді тырнақтың мәселесі. Тырнақтан қорқа беретін болса, маникюрдің жағдайы не болады? Маникюр, педикюрді істейтіндердің байқұстардың тырнақтан шыға алмай қалады олар, тырнақтың ішіне көміліп. Сондықтан уайымдамаңыз, тырнақты тастаңыз. Дұға, сиқыр деп қорқатын болсаңыз, бисмиллахи Аллаху акбар, бисмилла деп тастай саласыз, болды, уайымдамаңыз. Тырнақтан вообще қорқпаңыздар. Баяғыда бір кісі маскысы келе жатса, бір мас адам келе жатса, президентіміз, сол кездегі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының сурет тұр екен. Енді әкімдері жағымпаздан жағып қойған ғой бір әкім. Мен халқыма сенем деп біліп қойған екен жарықтық. Сөйтсе, бір мас ананы көріп тұрып айтады дейді, мен бұл кісіге сеніп жүрсем, бұл кісі бізге сеніп жүр екен ғой деп. Сол сияқты айналайын, сіз тырнақтан қорқпаңыздар. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алейкум салам, жаным. Жақсы. Рахмет. Айтыңыз. Менің анау екі түс көрдім да. Бірінші түсім қабірдің басында жүр екен. Сосын қабірдің басынан жылан көрдім. Жыланды қуалап жүрмін да өлтіремін деп. Екінші тағы бір түсім кішкентай баламен коляскамен нәресте көрдім ана көшеде тұрған. Әйел кісі сүйреп бара жатқан ше. Не жұмыс істейсіз? Не жұмыс істейсіз? Сотрудникпін ғой, полицияға. Сотрудник болсаң айналайын. Енді түсің кішкене ауырлау түстер екен. Өзіңді полиция келсең кішкене қорқытып қояйын сені. Полициялар бәрін қорқыты, біз де сені қорқытып қояйық. Негізі былай. Бұл түстер қабір басы, жылан, әлбетте бұл адал болыңыз. Халқыңызға берген антыңызға адал болыңыз, қиянат жасамаңыз ешкімге, денсаулығыңызды күтіңіз, дұға оқып жүріңіз, ең жақсы ниеттер сол айналайын. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен түсімде бірнеше күннен бері, бірнеше емес, арасында көріп қаламын да. Жаңағы бірада жын сияқты болып тұраттым, сол ыдыстар қимылдап бар ғой енді. Көзі көрінбейді жынның өзі, бірақ ыдыстар қимылдап бірдеңе маған кедергі. Үйіңізде ме, түсіңізде ме? Түсімде. Сондай болып, қайта сондай көремін да. Түсіңізде, сіздің үйдегі ыдыстар қимылдай ма? Ыдыстар қимылдап, жын бізге кедергі, не дейді, ыдыс қимылдатады, кисет сондай болады, түсімде. Қайта сондай болып көріп жатырмын да. Жатар кезде аятыл күрсіні 3 рет оқыңыз. Өз-өзіңізге дем салып, қолыңызға Фатиха, Ықылас сүресін оқып, үфті бүрлеп сипап қойыңыз. Егер шын мәнде ыдыстар қимылдап жатса, онда мешітке барып дем салдырыңыз. Егер ондан да қоймай жатса, онда терезе ашық болып қалуы мүмкін. Шторлар қимылдаса көріңіз, терезе сияқтан соның әсері болуы мүмкін. Көп нәрсені былай ғой. Уайым, анау сықырлады, мынау жыбырлады, анау қимылдады, мына жерім қышыды, тағы бір нәрсем ауырды, бүйтті. Сол кеткеннен кететін болсаңыз, өміріңіз быт-шыт болып кетеді. Адам уайым түбі адамды өз-өзін ауруға тығып тынады. Сондықтан бұл нәрседен құтылудың жолы біріншіден мән бермеуге тырысыңыз. Дұғаларды оқыңыз, болды, осы нәрселер бәрін басады. Егер болмаса, мешіттегі имамға барыңыз, орнына жай жапсарына бұйырса түседі. Намазда бірінші рекатта Фатихадан кейін Кәусар, екінші рекатта Ықылас сүресін оқимын. Дұрыс па? Дұрыс. Ықылас сүресінде 3 аят, Кәусар сүресінде 3 аят бізде, Ықылас сүресінде 4 аят. Дұрыс. Жарай береді.
бірақ 5 айлық келген шетінеп кетті. Содан үлкен кісілерге айттым, тас қоюға болмайды дейді. Бірақ мен өзім ниетім, басына тас қойсам деген ниетім бар еді да, оны іздеп тапқанға деген сияқты. Сол басына тас қойсам бұл сұрағым. Екінші сұрағым, Мазаратқа баруға бола ма? Кішкентай сәбиге 5 айлыққа. Қарындасым сол. Алла тағала қазақта жастың баласы өлмейді дейді отақан. Әлі Құдай бұйырса, басқа балаларың бар ма? Жоқ, тұңғышың ба? Жоқ, екінші тұңғышым бар. Құдайға мың шүкір жаным. Алла жастың баласы өлмейді дейді. Алла бұйырса әлі перзент сүйесіңдер. Еріңе сен жәрдемші бол. Күйеуің мен естіп отса, ол саған жәрдемші болсын. Бір-бірің екеулеп, бір-бірлеріңді демеп, анау алдағы тұңғышыңа қарап алған мақсат құрып, осы басыңдағы кішкене бір қайғыны еңсеру оңай болады. Неге кішкентай деп айтып отырмын? Қайғының бәрі бір қайғы, бірақ бала шапағатшы болады. Сол бөпеңнің, 5 айлық бөпеңнің жаназасы оқылған кезде, молда үлкен адамның жаназасында оқығандай оқылмайды. Шафиатан ва мушафаатан, балаң шапағатшы болсын деп дұға қылды алтыным. Сондықтан екі қолыңнан екеуіңді, оң қолына әкесін, сол қолына сен ұстап тұрып, сол сәбиің Алланың алдында жәннетке екеуіңді сүйрейтін болады. Соның жәнін алған кезде періштеден сұралады. Бұл өсіп тұрған ағашты сындырында ма дегенде, иә дейді. Ата-анасы не деді? Ата-анасы сабыр етті Құдайым дейді. Онда ата-анасына баламен қосып жәннеттен жай дайындаңдар деген бұйрық айтылады алтыным. Сондықтан сабыр ет. Ал енді басына бару мәселесі. Басына барсаң болады, бірақ өзіңді ұстап, жыламай, сен құлап, күйеуің сені демеп, сен оны демеп, екі жақта құлап жатқандарың жақсы емес ботақан. Олай болатын болса, өзің ұстай алмайтсаң болсаң, онда балаға ауыртпашылық тиеді жаным, алды көл болады дейді ұлтымызда. Сондықтан олай жасама жаным. Баланы олай қинама. Қазір айтам. Одан кейін тас қою мәселесі. Кішкентай балаларды жерлегенде біздің салтымызда, қазақи болмысымызда кішкентай балалардың зираты періштелердікі бөлек болады. Үлкен адамдарға қосып жерлемейді бұларды. Кішкентай бір төбелерге немесе бір зираттардың аяғына, оңына, солына, сол жеріне аяқтарына жерлеп жатады. Ал енді олай жерленбей, жеке жерленген болса, жеке, онда ол жер мал баспайтындай болу керек сөзсіз, бірақ басына тас қоюдың қарындасым қажеті жоқ. Бұйырса, ол бәрі орны болады, шапағатшы болады. Қияметтің күні сенің сол балаң сендерге шапағат еткенде бүкіл аруақтар сендерге қарап, біздің де баламыз өліп қалса болатын еді ғой деген сияқты сондай қызғаныш болады екен. Сондықтан алтыным сол, Алла сабыр берсін. Тағы да айтам, қазақи болмыспен сізді де жастың баласы өлмейді дейді. Өз-өзіңе бекем бол жаным. Әлі Құдайдың берері мол. Одан кейін жақсылық жамандық жұбай болады. Ешқашан қуанбасың ұдай болады. Алланың берген қазасына шыдамасаң, Құдай тағалап ашуланып саған былай дейді. Қылыш алып шапсын дейді, мылтық алып атсын дейді. Мен берген қазаға шыдамасаң, менен басқа Құдайды іздеп тапсын дейді ботам. Сондықтан Алла сабыр берсін. Күйеуіңе демеуші бол жаным. Бұл күндер өтеді. Алла тағала шапағат берсін алтынымса. Біз қайғы, қасірет мәселені айтып жатырмыз. Ақтау 72-92. Біреудің баласы өліп отыр. Сен айтқаның мынау. Не айтамыз енді? Саламатсыз ба аға? Түсінде пайғамбарымызды құшақтап, ненің белгісі екен? Сүннетке жақындауың болады, бұйырса сүннетпен жүру деген сөз болады. Алла, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Сәлеметсіз бе? Мен бір нәрсе сұрай қояйын дедім сізден. Айтыңыз. Бір аяғым операция болып, аяқтан соңы емделіп жүредім бір қазақ еміне. Сол кісі айтады, баған бір еркек қара қой әкеліп соясыз, сонымен деген аяғыңызды орап емдейміз дейді. Сол дұрыс нәрсе ма, дұрыс емес пе, соны білейін деді. Етін не істейсің деп сұрамайсың ба? Хорошо, терсін өз аяғың орып тастайды екенсің, термен кетеді екенсің. Етін не істейсің? 34 килограмм ет қайда қалады деп сұрамайсың одан. Ет қайда молда кетеді? Сол таратып береміз дейді, ана бір комитетқа жетеді, аты Түнекке барамыз дейді да. Клипқа барамыз дейді, клип? Түнек. Түсінбедім. Түнекке барып, сол жерден түнектің басынан түнектің қолдырып, сол жерден қой сойып, сол жерден түнейтін деп па? Обязательно түне керек пен сокысымен? Ол шегеп тұр, я. Жоқ, қойды, мен күйеуім бар, мен күйеумен түнейім де, басқа біреумен түнемейім де. Маған күйеуімнен басқа мен түнеуге болмайды, мен күйеуге шығып кеткен қызбын де жаным. Ондай алаяқ қал жаным, ондай алаяқтарды қойыңыздар. Алаяқтарды ондайға ілесуге болмайды. 20 мыңнан асып кетті біздің тикток, машалла, 22 мың адам
қосылды. Ғажап. О, тамаша. Алла разы болсын. Сіздерге Алла ұзақ өмір берсін. Жақсы, Алқа радиосы. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Нұрлан аға, мен сізге бір сұрағым бар еді. Айтыңыз. Осы соңғы кездері өте көп қасиетті жерлерді түсімде көретін болып жүрмін. Осы соңғы көргенімде Бекет атаның басында жүр екен, мынандай үлкен жатқан жерінде үлкен биік таудың үстінде жүгіріп жүр екен. Оның алдында бір құрма ағашының астында отырмын, жеміс ағашының, жидек ағашының қасында жүрмін. Сондайда бір қызық соңғы кездері көп сондай бір түстер көретін болып жүрмін. Нәсіпті болыңыз, ырысты болыңыз. Бабамыздың басында қасиетті жерлерде, киелі жерлерде, оның басында жеміс ағашымен жүргеніңіз, ұрпағыңыз мың болсын. Алла Тағала қайырлы өмір берсін. Түсіңіздің жақсылығы өзіңізге, ұрпағыңызға дарысын. Бұндай кезде альхамдулилля деп қойыңыз. Құдайға мың шүкір, соған жеткіз деп. Жақсы нәрсе ғой. Түс садақасын беріп қойыңыз. Әмин. Күндегісін күнде беріп отырмын. Жақсы жаным, жақсы. Енді сол Бекет атамыз қандай бабамыз болды? Артынан мешіті қалған, 5 уақыт дәрет үзілмеген, намаз үзілмеген болды. Бұл соның ишараты да. Ғибадатыңыз қалмасын жаным. Соған намазға тұрып, құлшылыққа келіңіз. Жақсы. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алло, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Мен сұрақ қойыңыз деп едім. Айтыңыз. Менің 3 балам шетінеп кетті да, үлкен сұрақта іштей. Олар ертең күні маған шапағатшы болды ма, екеумізге? Біздің Ханафи мазхабында тірі туылу шарт деп айтылады, қалған мазхабтарда іштегі жан бітсе де болады деген сөз. Жақсы ниет қыла беріңіз, Алланың иншалла рахымдығы, шапағат бердіретінде, рұқсат бердіретінде Алла Тағала. Жақсы амалда бола беріңіз, иншалла сол күнге жетесіз. Алла сабыр берсін. Көрдіңіздер ме, қандай тағдыр бар. Жолдан қара мысық өтсе не болады дейді. Жолдан қара мысық өтсе, онда бір тышқан өледі бұйырса. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Мен сізден сұрайын деп едім. Күйеуім деген жазуымен жазып SMS арқылы 3 рет талақ айтып жатты. Сол ажырастық па біз, ажыраспадық па, ол мен ашуланып айтқан нәрсем, ол қабыл болмайды, ол қазіргі шығарғандардікі етші. Соған ойымды қалып қойды. Жоқ, егер күйеуіңіз анық берген болса, талап етесіз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фатуа бөліміне хабарласып, фатуа қарап көреді. Нақты қалай берілді, қандай сөзбен берілді, күйеуіңізбен де сөйлеседі, сізбен де жеке сөйлесіп, үкім айтылады. Телефонменен мынау айтты, мынандай айтты деген сөз айта алмаймыз. Өйткені бұл жоқ, түсініп тұрмын. SMS-тің өзінен сұралады, қалай жазғандығы. Бірақ телефонның талақ түссе ме десеңіздер, жалпыламада. SMS-пен талақ түседі. Саламатсыз ба? Біздің елде еврейлер өздері дін насихаттап жүр, ол дұрыс па? Әлбетте. Бізде көріп қалдық, ол әлеуметтік желден Қазақстан Республикасының дін туралы заңы, жуырда конституциямыз өзгерді. Сол жерде де тайға таңба басқандай жазылды. Діннің шаруасын көшеге алып шығуға болмайды. Яғни насихаттап жаңа нәрсені тарату, ол оған тиісті құқық қорғау органдары әрекет жасады, жауапқа тартылады. Еврей бола ма, басқа бола ма, қазақ бола ма, кім болса болсын, жас балалардың арасына педофилия, порнография, әртүрлі арсыздық, ожданды бұзатын, біздің болмысымызға қарсы болған, қазақ табиғатына теріс болған дүниелердің барлығы біздің үмбетімізге, ұлтымызға қарсы болған нәрселер заңмен қудаланады, және бұйырса заңмен тоқтатылады. Сондықтан ондай насихаттауға рұқсат жоқ. Оларға жауап тартылады, уайымдамаңыз. Шектікті шикри таратуға бола ма? Болады. Шектік деген дүниені түсіндіріп кетейін. Шектік құрбан айттан алдында бір апта бұрын, бір апта 7 күннің ішінде дүниеден өткен аруақтарға, шамасы жеткен қазаққа, ата бабаларына бір мал сойып, елдің басын жинап, немесе шикри тарат жіберуді шектік дейді. Ибрахим алейхиссалам түс көрген. Түсімде құмқарра бұл құрбан, тұрып құрбан шал деген кезде барып бірнеше өгізді құрбанға шалады. Одан ол қабыл болмадығындығы көзіне елестеніп хабар берілгеннен кейін ол адам Ибрахим алейхиссалам және бірнеше малды қой шалады. Сол кезде шектеніп құрбан шал деген кезде құрбан айттан бұрын алдыңғы болған оқиғалар бұл күндерінде
бұл шайтаннан келді ма, дауыс қайдан келді деп шектеніп қалған. Міне содан шектік деген сөзге жоба шегін жаңағы шектеніп күмәнданып, содан кейін барып берілетін біздің салтымыз дүние. Аруақты құрметті. Айт күні мал тірілерге шалынады ғой. Айттың алдында сол аруақ құрметтеген еліміз сол дүниеден өткен бабаларымызға жасайтын ұлы сауапты амал алтыным. Ниет қабыл болсын. Шикілей таратсаңыз да болады, және пісіріп таратсаңыз да болады. Екеуінің де жақсылығы бар. Үйге ағайындар келіп қуаныш болған, ол да жақсы. Текілей таратсаңыз, ол да жақсы. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қайсы, денсаулығыңыз. Шүкір алтыным, рахмет. Бір сұрағым бар еді. Айта ғой. Ана бір қорғасын қиып емдейді, транса бар, ана жолыңды ашып береді дегендер бар ғой. Соған өзіңіздің ойыңыз қандай? Ол кіші, ол жолыңды ашатын кісілер қазір ақша жинап офис ашамай жүр, өзіне кабинет ашамай жүр, сондықтан сөйтіп жол ашып жүр. Жолдың бәрін ашып болғаннан кейін өзіне офис ашып алады ол кісілер, құдай қаласа. Сондықтан ол жақсы нәрсе емес. Оған барып ешкім жолын ашпайды. Адамның жолын ашатын, оның Аллаға деген иманы, ата-анасының батасы, өзінің жақсы ісі, осы нәрселер жол ашады. Аруақ деген не дейді? Аруақ деген рухтар деген сөз араб тілінде. Рухтар, бір адамның жаны қайтыс болса оған рух дейді. Бірнеше рухтарға жиналған, яғни бірнеше рухтарға рухтар немесе әруақтар дейді. Сондықтан әруақтар деп біз аруақ сыйлайтын халық